Қалайсыздар гүлсүйер қауым, көңіл-күйлеріңіз қалай? Міне менің камелия гүлім гүлдерін беріп, қазір көзімді қуантып атқан гүлдердің қатарында. Видеоға көрсету үшін, сіздерге гүлін әдемі қылып көрсету мақсатында ғана қазір сыртқа алып шықтым. Негізі кіреберіс жерінде тұрады. Әлі ашпаған қаншама бутондары бар әлі. Біразы ашып қалды, бірақ көзді өте қуантатындай әдемі сұлу гүлдері өте сұлу. Енді бұл камелия гүлін мен негізінде кішкентай кезінен алған жоқпын. Адаптированный кезінде былтыр Алматыдан Бибігүл әпшемнен алдырған болатынмын. Өте әдемі гүл. Топырағын айтатын болсам, кислый торфқа диадамин, циолит соларды қосып отырғызғанмын. И анда-санда жаңағы орхидеяға арналған удобрение беріп тұрамын. Міне биыл гүлдері деген енді сондай керемет болып мені қуантып жатыр. Негізі алып өсірсеңіздер болады, бірақ біздің климатқа жаздың ыстығында сәл қиналады бұл гүл. Қалған мезгілдерде ешқандай қиындығы жоқ. Тек жаздың ыстығынан алып шықсаңыздар болды. Одан кейінгі тағы бір капризі, бұл үйдің ішінде бұны ұстау өте қиын. Менде көбінде мысалы қысқы бақта тұрады. Үйдің ішіндегі ыстық температураға бұл гүл шыдамайды. Менде енді қысқы бағымда қалыпты температура, қоңыр салқын. Сондықтан влажность көп бұл жерде. Сондықтан осындай әдемілікті сақтауыма маған өте ыңғайлы. Ал енді квартираларда мен қанша алдын сол қысқы бағым жоқ кезде үйде алып өсірген кезде бұл гүлді өсіре алмағам. Себебі қыстың отопленияның ыстығы бар, ауа құрғақ болады да, қыста өлтіріп, қыстың үйдің ауа құрғақтығына шыдай алмайды. Жазда, одан кейін біздің Шымкенттің ыстығына шыдауы өте қиын гүл. Әйтеуір кондиционер бөлмеге қойып жүріп алып шықсаңыздар болады. Ал қалған кездерде кәдімгі негізі бұл кустарник сияқты үлкен ағаш болып өсетін гүл ғой негізі. Осындай өзінің капризіне лайықты әдемі гүлдері бар. Бұлдында не дейді ана, қылықты сұлу қыздар сияқты өзінің еркелігін көрсетеді. Сол еркелігін көтере алсаңыздар, әрине осындай әдемі керемет гүлдермен сіздерді қуантатын болады. Өте әдемі, жапырағы өте қатты әдемі гүл. Атросканы жасадым, қанша мәрте әрекет жасадым, бірақ ешқандай результат әлі шыққан жоқ. Тамырлата алмай жатырмын. Тамырлауы өте қиын, өте сылқым, ерке тотай, әдемі сұлу қаншайым деуге болады. Өте әдемі гүл. Алып өсіріңіздер. Негізі әр нәрсенің жаңағы тәжірибемен келеді ғой. Жайлап тәжірибе жинап, бұл гүлдің де бабын тауып алуларыңызға болады. Барлық адамның істегенін адам істей алады. Жайлап өздеріңіздің үйлеріңіздің бабына қарап, бабын тауып аласыздар бұл гүлдің. Бірақ гүлдермен ұзақ уақыт сізді қуантатын өте керемет сұлу гүлдердің қатарында. Осындай әдемілікті жаратқан Аллаға сансыз шүкір. Көздеріңізді осындай әдемі гүлдермен қуантып жүруді баршаңызға Алла нәсіп етсін. Осындай әдемі гүлдер сіздерге де жұғысты болсын.